Қайырлы күн достар, бүгін біз дәл осындай өте әдемі балғын болып шығатын, құрамы небәрі 3-ақ заттан тұратын салат жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау тушағына басып қоюды ұмытпаңыздар. Салатымызға керекті заттар орамжапырақ, сәбіз, тұз, қант және сарымсақ, сұйық май және де бізге 70% сірке суы қажет болады. Ал ендеше бастауға кірісейік. Орамжапырақтың сыртын жақсылап жуып, оның сыртындағы керек емес жапырақтарын алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Орамжапырақтың тамырға жақын жеріндегі бөлігін, яғни қатты бөлігін мен пайдаланбадым. Себебі ол жерден қышқылттау дәмі шығады, сол себепті мен пайдалануды жөн көрмедім. Мінекей, менде осындай болып шықты. Енді біз бұны осындай насаткасы бар теркамен өткізіп шығамыз. Егер де бұндай болмаса, қолмен жұқалап турасаңыздар болады. Мінекей, менде осындай болып шықты. Енді біз сәбізімізді өткіземіз. Менде корейский терка болмағандықтан осындай насатканы пайдаланып жатырмын. Сіздерде болса корейский теркамен өткізе берсеңіздер болады. Мінекей, менде сәбіздерім осындай болып шықты. Енді біз сарымсақтарымызды өткізетін боламыз. Ол үшін осындай насатка керек болады, немесе сарымсақ өткізетін арнайы құрылғысы керек болады. Ендігі осылардың үстіне қантымызды, тұзымызды және де сірке суымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатқа керекті заттарды мен төменге жазып кеттім, қарап көрсеңіздер болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қатты температурада қайнаған суымызды құямыз. Және де сұйық майымызды отқа қойып, жақсылап бұны да қыздырып алып, салатымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырмас бұрын кішкене суытып алыңыздар. Сұйық май өте ыстық болғандықтан қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.